Мен Астананың ескі қонақ үйінің 3-ші қабатында жатқанмын. Эконом бөлме, қабырғалары картондай жұқа. Сағат түнгі 2 шамасы. Телефонды өшіргенмін, ұйықтайын деп жатқам. Бір кезде қабырғаның арғы жағынан дыбыс шықты. Алғашында 2 қыздың күлкісі. Сосын еркектің қазақша-орысша аралас сыбыры, ты готова, малышка. Дауыс қатты, сенімді, бірақ менікі емес. Мен үндемей жаттым. Сосын кереуеттің сықырлағаны, матрастың шөгуі, қыздың демігіп, ай, баяу-баяу дегені. Қолым аяғым мұздап кетті. Бірақ ішімде бір жерім ысып бара жатты. Қорқыныш пен қызығушылық аралас. Тағы бір қыздың дауысы қосылды, 2 дауыс бірдей, 2 еркектің күлкісі. Бөлмеде жалғыз мен емеспін, тағы 2-3 қыздың дауысы, бәрі де қара терлі жігіттердің астында. Мен құлағымды жаптым, бірақ дыбыс миыма кіріп бара жатты. Денем өзінен өзі дірілдей бастады. Саусақтарым төсек жаймасын мыжып ұстады. Мен ешқашан осындай дыбысты жақыннан естімеппін. Үйде әке-шешем бар, бірақ олардан бұндайды естіген емеспін. Бөлмемді жауып алып, тек ыңғайсыз кинодан көргенмін мұның бәрін, ақырын дауыссыз етіп тердің иісі қабырғадан өтіп жатқандай. Еркектердің күлкісі, good girl дегені. Мен жылағым келді, бірақ жыламадым. Тек төменгі ернімді тістедім. Ішімдегі ыстық су сияқты ағып бара жатты. Сағат 3-ге дейін жалғасты. Сосын бәрі тынышталды. Мен ұйықтай алмадым. Таңертең дәлізде сол қыздарды көрдім. Бірінің мойнында қарадақ, бірінің ерні ісіп кеткен. Олар маған қарап күлді. Мен басымды төмен салдым. Бірақ ішімде бір нәрсе оянды. Ол ұят емес еді. Ол құмарлық еді. Және ол мені өшіреді деп ойладым. Кешке досымның туған күні клубта. Мен әдейілеп қысқа көйлек кидім, бірақ өзім ұят деп ойладым. Клубта қараңғы, музыка қатты. Мен бір бұрышта тұрғанмын, бір кезде біреу иығымнан ұстады. Бұрылсам ұзын бойлы, қара терлі жігіт. Аты Кевин, нигериялық, Астанада оқиды екен. Қазақша нашар, бірақ орысша жақсы. Таудна деді. Мен бас изедім. Ол мені би алаңына апарды. Денесі қатты, иығы кең. Мені белімнен ұстады, мен оның иығына қолымды қойдым. Музыка ойнап тұр, бірақ мен тек оның жүрек соғысын естідім. Ол құлағыма сыбырлады, ты очень красивая. Мен ұялдым, бірақ кеткім келмеді. Би біткен соң ол мені сыртқа шығарды. Ауа суық, бірақ мен ыстықпын. Ол менің шашымнан иіскеп ұзақ тұрды, оның құшағында өзімді кішкентай қыз сияқты сезіндім. Қолым оның беліне өзінен өзі барды. Ол менің артымды жоғары көтерді. Мен жоқ дегім келді, бірақ айта алмадым. Таксиге отырдық. Жол бойы қолымыз бір-біріміздің аяғымыздың арасында. Қонақ үйге жеткенде мен дірілдеп тұрмын. Бөлмеге кірген бойда бәрі тез болып кетті, өзім де түсінбедім қалай оған берілгенімді. Ыңғайсыз кинодан көргенімнің бәрін жасадық. Біткен соң, ол шалқасынан дем алып жатты, мен төбедегі дақты қарадым. Сенікі бірінші рет пе деді. Мен өтірік жоқ дедім. Ол күлді. Таңертең кетті, нөмір қалдырмады. Мен душта жарты сағат оны ойлап отырдым. Бір аптадан кейін Кевин маған ақша ұсынды, керегіне жаратарсың ала ғой деді. Мен алғашында жоқ дедім. Бірақ үйге ақша жіберу керек, шешем ауырып жатыр. Әкеміз болса бізді тастап кеткен, анамыз ауырып қалған соң біз ешкімге керек болмай қалдық. Бұл сынақты көтере алар ма екенмін деп ойлап қоямын кейде. Жастайынан әкенің мейірімін көрмей жоқшылықта өскен қыз, баршылықта өмір сүргім келетін. Бір апта өтті, мен өзімді жайсыз сезіне бастадым. Кевинге хабарластым, ол болса менің нөмірімді блок қылды, мен жалғыз қалдым. Айнаға қарай алмадым. Мен үйге қайтқан күні шешем есікті ашты да, мені құшақтай алмай қалды. Қолдары дірілдеп, көздері жасқа толы. Қызым, сен қайда жүрдің деді, дауысы қалтырап. Мен ештеңе айта алмадым. Тек ішке кіріп сөмкемді тастадым. Саман үйдің іші бұрынғыдай, бірақ мен басқадамын. Денемдегі іздерді киімім жасырып тұр, бірақ жанымдағы тыртық ешқашан жазылмайды. Шешемнің беті сарғайған, қолындағы тамырлары көкпеңбек. Ол ауруханаға бару керек екенін біледі,
бірақ ақша жоқ. Мен сөмкемнен ақшаны шығардым, соңғы бірнеше айда жинағаным. Мынау бүгіннен бастап емделесің дедім. Шешем көз жасына ерік берді. Қайдан алдың, қызым, деді. Мен басымды төмен салдым. Жұмыстан, деп өтірік айттым. Ол сенді. Сол күні ауруханаға бардық. Дәрігерлер уақытында келдіңдер деді. Мен отырып шешемнің қолын ұстадым да, ішімнен, міне, осы үшін шыдадым дедім. Бірақ түнде ұйықтай алмадым. Кевиннің даусы құлағымда, good girl. Мен жыладым. Бірақ дауыссыз. Шешемді емдеуге ақша жетті. Бірінші курс химиотерапия. Ол әлсізденіп шашы түсе бастады. Мен күні-түні жанында болдым. Оған тамақ пісірдім, дәрі бердім, қолынан ұстадым. Ол маған қарап, сен менің жалғызымсың ғой, қызым. Сенсіз не істейтін едім, деді. Мен күлдім, бірақ жүрегім сыздады. Мен үшін ол бүкіл әлем. Мен бұрын қалаға кеткім келетін, бай өмірді армандайтынмын. Енді сол армандарым күлге ұшты. Кевиннің берген ақшасы шешемнің өмірін сақтап қалды. Ол маған хабарласқан жоқ, мен де істемедім. Қыздар, ешқашан бір сәттік әлсіздікке бой алдырмай, тек неке түні ғана жақын болыңыздар.